Ойыншықтар хикаясы. Энди деген бала ойыншықтармен ойнауда. Оның сүйікті ойыншығы Вуди есімді ковбой және шериф. Бала онымен көп ойнайды. Қарындасы Молли картоп мырзаның сау-тамтығын қалдырмайды. Ағасы қарындасын алып бөлмеден кеткенде Вуди тіріледі. Басқа ойыншықтар да тіріліп жыбырлай бастайды. Вуди пружинайтке барлығын жинауды айтып, басқа жерден блокнотын ала бергенде, кенет алдынан динозавр шығып оны шошытуға тырысады. Бірақ ковбой шошыған жоқ. Содан жиналыс басталады. Вуди микрофонды алып көшуге бір апта қалғанын хабарлап, жоғалып қалмау үшін екі-екіден бөлінуді бұйырады әр ойыншықтың жұбы болу үшін. Сосын ковбой Эндидің туған күнін бүгін тойлайтын жариялағанда бәрі байбалам салады. Өйткені баланың туған күні негізі бір аптадан кейін. Анасы көшпей тұрып баланың бұрынғы достарымен туған күн кешін өткізейін деген ғой. Бірақ ойыншықтар уайымдайды. Балаға басқа ойыншықтар сыйлап бізді тастай салсашы деп. Пружинайт Вуди молодец, Вуди красавчик дегеннен картоп мырза жағымпазданып атыр деп көрсетеді. Кенет шошқа капилка қонақтар келгенін айғайлап, бәрі терезенің алдына жиналады. Шошқа капилка бітті, енді бәрімізді таратып тастайды деп ойлайды. Сонда Вуди жарайды, мен барлаушыларды жіберем деп оларды тыныштандырады да сержант солдатчикқа барлаушыларды жіберуді бұйырады. Сержант солдаттарын жібереді. Олар рацияны көтеріп жүріп келеді. Сосын арқанмен және парашютпен төмен түседі. Біреу келеткен соң солдатчиктар қатып тұра қалады. Анасы біреусін ғырт еткізіп мұжып кетеді. Содан қайта тіріліп жаралы солдатчикті сержант алып кетеді. Солдатчиктер гүл горшогына рацияны алып кеп қосып, ойыншықтарға қандай сыйлықтар екенін хабарлауда. Картоп ханым деп картоп мырза армандайды. Сөйтсе ол особо ойыншықтар емес екен. Постель, таңғас коробкасы деген сияқты. Содан сыйлықтар бітті деп рацияны өшірсе, тағы біреусі қапты. Бірақ оның не екенін сержант көре алмай қалады. Онымен қоймай ойыншықтар рацияны құлатып, батарейкасын дұрыс сала алмай жатыр. Сержант дабл деп Эндилер оларға кетіп баратқандарын хабарлауда. Вуди әйтеуір батарейканы салып, олар хабарды естіп, тіремес ойыншық бола қалады. Балалар топырлап кіріп, Вудидің орнына басқа ойыншықты қойған секілді. Улап-шулап олар бөлмеден шығады. Содан ойыншықтар тіріліп, Вуди енді баланың сүйікті ойыншығы емес деп шешеді. Вуди жоға қорықпаңдар деп жаңа ойыншықты қарсы алуды ұсынады. Бұның аты Баз Лайтер екен. Вуди сәлем деп шыққанда Баз екең шошып кетеді. Тіпті өтірік лазерін қолданады. Бір кезде ол Вудидің шериф деген значогын көріп, полицейсің ба? Деп тынышталады. Содан басқа ойыншықтар да оларға қосылады. Олар мәссаған лазері бар екен деген сияқты таңғалады. Вуди аздап қызғануда. Және ол лазер емес, жай қызыл лампочка екенін айтады. Картоп мырза шығады, лазерлі қызғаныш деп. Ковбой, бізде жаңа ойыншық дегенде, Баз Лайтер, мен ойыншық емес, Астра Рейнджермін дейді. Вуди қаяқтағы Астра Рейнджер, ол тіпті шалмайтын айтқанда, Баз екен қанаттарын шығарып, былай ұшады. Ұшады деп айтуға келсе әрине. Сөйтіп ковбойдың алдына қонған кезде бәрі таңғалады, мәссаған ұшалады дегендей. Вуди бұл ұшу емес қой деп қалады. Және Эндидің сүйікті ойыншығы менмін деп жынданады. Бірақ уақыт өте келе Энди Баз Лайтердің фанаты болып кетеді. Және түнде Базды қойнына алып ұйықтайды. Сандықтың ішінде түнеген Вудиға картоп мырза прикол ұстайды. Сол уақытта Баз табанына Энди атын жазғанын көрсетуде. Бұрын Вудидің табанына да жазған екен. Аздап қателеу, кішкентай кезінде жазды ғой енді. Вудиға бұл қыз кеп, бала үшін оның орны бөлек екенін айтып, оны жандандыруға тырысады. Бірақ картоп мырза, оның орны шатырда деп күледі. Жынданған Вуди Базға кеп, Эндидан аулақ жүруді ескертеді де, не деп itергенде Баздың әйнегі ашылып, ол демала алмай жатырмын деп қалады. Бірақ сосын сендердің ауларың улы емес екен, дейді. Және қайттан жауап алады терезесін. Ковбой Рейнджерға, сені өтірік істеп жүр деп ойласам, шынымен де өзіңді ғарышкер деп ойлап жүрсің ба деп күледі. Және анан қара Нлоу деп прикол ұстайды. Кенет даладан бір баланың даусы шыққанда кейбір ойыншықтар тығылып қалады. Қалғандары терезе алдына жиналады. Бұл Сид деген баланың даусы екен. Ковбой бинокльмен қараса, Сид солдатчикқа бомбышқа байлап қойыпты. Қазір оны жарады. Чо там деп бас шығады. Вуди бұны мына Сид істеді деп итті көрсетеді байқаусызда. Бірақ сосын Сидтің өзін. Сид көңіл көтеру үшін ойыншықтарды қорлайтын жаман бала. Бала бомбышканы жағып, бомбышка жарылады. Жаман бала қуанып, күліп жүр. Сол уақытта Эндиді анасы пицца жеп қайтуға шақырады және бір ғана ойыншығын өзімен алуға рұқсат етеді. Деп Вуди Баздан құтылуды ұйғарып, өтіріктен көмекке шақырады да, оны машинамен төмен қарай құлатып тастауға тырысады.
Бірақ байқаусызда ол терезеден далаға құлап кетеді. Бәрі ойбайлап жатқанда Вуди ақырын кетіп қалғысы келеді. Алайда машине бірдеңе айтқысы келеді. Содан барлығы бұған кінәлі Вуди деп шешіп, оған тап береді. Кенет Энди келе жатқандықтан барлығы уақытша тарайды. Бала Базды іздеп жүр. Оны таппағандықтан бала амалы қылмай өзімен бірге Вудиді алады. Баз жапырақтардың арасынан шығып, машинеге секіріп мініп алады. Ойыншықтар Базды құтқарайын деп жатыр, бірақ ол жоқ қой. Эндилар заправкаға келді. Бала шыққанда Вудиға Баз кеп, оны таңғалдырады. Бірақ Баз оны итеріп, ковбойды бір тебеді. Сөйтіп олар төбелесіп атқанда Эндилар кетіп қалады. Вуди, ол менің жоқ екенімді байқамады ма деп мұңайып жылайды. Кенет үлкен машине кеп, Вуди өтірік өліп қалады. Машине оны мұжыға сәл қалады. Сосын ковбой, сенің кесіріңнен бұның барлығы деп ғарышкерді кінәлайды. Баз өз кезегінде, сен ғой кінәлі мені терезеден құлатып жіберген деп Вудиді кінәлайды. Және өзінің Астра Рейнджер екенін айтып қоймайды, бүкіл планетаны құтқаруың керек дегендей. Вуди оның ойыншық екенін қайта түсіндіруге тырысады, бірақ ғарышкер түсінгісі келмей кетеді, кетші деп. Кенет Эндилар бара жатқан пиццерияның көлігі келеді заправкаға. Вуди алақай дейді, бірақ Базсыз қайта алмайым деп оны шақыруға тырысады. Ол әрине келіспейді. Сонда ковбой, сені ғарышқа жібереміз деп өтірік айтқанда, ғарышкер келісіп, адам отыратын жерге отырып алады, қауіпсіз деп. Вуди оған байқап қояды ғой деп ескертеді. Ковбой жүк салатын жерге кіреді. Шынымен де, жолда Вуди аздап қиналады. Жеткенде Баз қараса, Вудиді жәшік шаптап тастапты. Содан екеуі пиццерияға маскировать етіп кіреді. Сосын ешкім жоқ жерде маскировкаларын шешіп олар ғарыш стиліндегі балалар ойын алаңын көреді. Баз әрине бұны ғарыш станциясы деп ойлайды. Вуди болса Эндиді іздеп тауып, жүр ана жақта күшті ғарыш кемесі бар деп Базды тартады. Эндилар жақындап келе жатыр. Бірақ Баз ғарыш кемесі түріндегі ойын автоматына жүгіріп кетіп, ішіне кіреді. Ішінде нулаулар. Оның артынан Вуди де кіреді. Кенет ол Сидті байқайды. Ё-майо! Және Базды өзімен бірге төмен қарай тартып жасырады. Алайда бұзық бала Баз Лайтерді көріп қояды. Вуди артқы есікті ашады амалын тауып. Сөйтіп Сид екеуі Базға таласады. Вуди жеңді дегенде нулаулар Сидке көмектесіп, содан екеуі болып шығады бұлар. Бірден екі ойыншық деп бұзық бала әрине қуанады. Және скейтбордымен үйіне келеді. Кіре берісте бала итіне нулауды беріп, ит оның парша-паршасын шығарады. Біздікілер шок болады. Сосын бала Ханна деген қарындасының қуыршағын тартып ап, өзінің бөлмесіне қашып кетіп, есікті құлыптап алады. Біздікілер жатқан рюкзакты лақтырып жаман бала жаңағы қуыршаққа операция жасауға кіріседі. Оның басының орнына ол динозаврдың басын орнатқан. Қарындасы шок болды жосқа. Қорыққан ковбой қашу керек деп есікті ашып көрсе, ол құлыптаулы. Біреу жүр ма мына жерде? Қолына фонарикті алған Вуди оны жағып қараса, бұл бала екен. Бірақ ужастық қой мынау. Ойыншықтардың барлығы қорқынышты ғой. Содан ковбой батыр Баздың үстіне шығып алады қорқып. Олар жаңағы қуыршақтың бөлек тұрған басы мен денесін алып кетеді. Баз, қуыршақ жейма олар дейді. Үйдегілер Базды әлі іздеуде. Бұл бірақ мысық екен. Сол сәтте Эндилар да келді үйге. Бала Вудидің жоғалғанын анықтайды. Ойыншықтар әрине кінәлі болған соң ол қарауға беті болмай кетіп қалды деп ойлайды. Бірақ Бо қызбен Пружина ит олай ойламайды. Және Вуди үшін алаңдайды. Таңертең көрші үйде зұлым бала Сид Лупа мен ковбойдың шекесін күйдіреді. Кенет пирожки жейміз деп үйдегілер шақырып қабыл кетеді. Вуди ойбайлап басын сулы ботқаға тығады. Баздың көті басына андай оқты жабыстырып тастапты. Ковбой есіктің ашық тұрғанын байқап, біз боспыз деп қуанады. Бірақ жаңағы ужастик ойыншықтар олардың алдына тұрып алады шығармай. Баз лазерін қолданып көреді. Ол әрине жұмыс істемейді. Содан карате кнопкасын қолданып, Вудидің арқасында олар бөлмеден шығады. Алайда баспалдақта әлгі қабаған ит жатыр екен, ұйықтап отыр. Вуди артқа қайтады. Оны Баз табап, соңымнан ер дейді. Вуди еңбектеп жанына барады, бірақ тұра бергенде артындағы тартса дауыс шығаратын ілмек ілініп, дауыс шығып, ит оянып кетеді. Біздікілер қашып екеуі екі бөлмеге кіріп кетеді. Ит Баздың артынан тұмсығын кіргізеді, бірақ Сидтің папасы ма әлде братанның ұйықтап атқанын көріп шығып кетеді. Кенет телевизордан Баз Лайтердің жарнамасы болып, Баз өзінің шынымен де ойыншық екенін түсінеді және көңілі қалады. Өмірінің мәні жоғалады. Ковбойдың «Ұшалмайсың сен, жай ғана ойыншықсың» деген сөздерін есіне түсіріп, «Жоқ, ұшаламын» деп ол ашық тұрған терезеге секіреді. Бірақ жарты жолда құлап, ол қолын сындырады. Қол шығып кетеді өшім. Оны өтіп баратқан Ханна тауып алады. Вуди есігін ашып, Базды табады. Ол қыздарске қуыршақ болып қойған. Ковбой сырттан анасының даусымен Ханнаны шақырып, қыз шығып кеткенде Баздың жанына келеді. Баз мас болып отқан сияқты. Вуди оған шапалақ беріп, Баз есін жияды.
Олар бөлмеден шыққанда Баз терезеге шалмаған ыңырсып айтады: «Терезе, сен данышпансың, Баз», деп Вуди шығады. Содан терезені ашып Вуди достарын шақырады және олар көргеніне қуанышты екенін мойындайды. Бірақ Баз төменде қолмен ойнап отыр, қуып. Өмірден көңілі қалды байқұстың. Вуди достарына гирляндыны лақтырып бір жерге байлауды айтқанда, оған Картоп мырза көмектескісі келмейді. Ол Базды терезеден итер жіберді ғой деп. Ковбой ғарышкердің өзімен бірге екенін айғайлап, Баздан бері келуді және «Әке, қолың бер» деп оны шығармақшы болады. Бірақ Баз жаңа қолын лақтырады. Картоп мырзалар Вуди өтірік айтып отыр дегеннен ковбой Баздың қолын алып, ол дәл жанында тұрған сияқты кейіп танытады. Бірақ ақырында құпиясы ашылып қап, достары ол жосқа өтірік айтты деп шешіп, гирляндыны тастап, жалюзиді жабады. Вуди жылап қалады со жерде. Кенет бағанағы ужастик ойыншықтар Базды қоршайды және Вудидан қолын тартып алады. Вуди досын қорғауға тырысып Базға жақындаса, бұл ойыншықтар оның қолын салып беріпті. Әлгі қуыршақпен динозаврды да жөндеп қойыпты. Олар жақсы ойыншықтар екен ғой. Кенет олар тығылып қалады. Сид келе жатыр екен. Вуди Базды құтқаруға тырысады, бірақ ол қозғалғысы келіп жатқан жоқ. Содан үлгермейтінін түсінген ковбой жәшікке кіріп алады. Сидке Қытайдан жарылатын ракета кетті. Ол ковбойды жарғысы келеді, бірақ оны таппаған зұлым бала Базды ғарышқа ұшыруды шешіп, құрал сайман жәшігін Вуди бар жәшіктің үстіне қойып, Базды ракетаға скоштап қояды. Бақытымызға орай жаңбыр құйып, ғарышқа ұшу ертеңге қалады. Бала будильник қойып қояды. Көрші үйде Энди, олар табылмай қалса ше деп уайымын анасына жеткізеді. Анасы: «Ертең көшпей тұрып оларды табатынымызға сенімдімін» деп қояды. Бұл қыз: «Эх, Вуди, Энди сені қаншалықты қатты сағынып жүргенін білсең ғой» дейді. Вуди болса жәшігін аудара алмай жатыр шығу үшін. Әрине, үстінде бағанағы ауыр құрал саймандар жәшігі. Сид болса тоңқайып ұйықтап жатыр. Ковбой Базды көмекке шақырады құрал саймандар жәшігін алып тастау үшін. Бірақ ол отыр, ешкімге көмектесе алмаймын деп. Вуди тезірек босап шығып Эндидің үйіне барамыз деп айғайлайды. Сонда Баз: «Эндидің үйі, Сидтің үйі не айырмашылығы бар, бәрібір емес пе» дейді. Және өзің шын мәнінде рейнджер емес, жай ғана тупойский ойыншық екенін мойындайды. Ковбой оны жандандыруға тырысып, көрші үйдегі бала, яғни Энди, оны рейнджер болған үшін емес, ойыншығы болған үшін, сүйікті ойыншығы болған үшін жақсы көретінін айтады. Және мен сияқты ойыншық Баз Лайтермен салыстыруға келе ме деп мұңайып қалады. Баз аяғындағы жазуға қарап ойланып қалады. Вуди оған: «Мен тастап кете бер» дейді. Және бұрылып қараса, ол жоқ, кетті ғой, Баз кетті деп ойлап қалмаңдар. Ол ауыр жәшікті итеріп жатыр. Вуди да оған қосылып итеріп сыртқа шығады. Алайда Баз тормоз деген нәрсені ұмытып кетіп, до конца деп итереді. Содан Вуди жәшіктің астында қалады. Ол тірі, бірақ будильник шырылдап, Сид Базды далаға алып кетеді. Вуди есік жабылмай тұрып қолын тығып үлгереді құлыпталып қалмау үшін. Алайда ит келе жатыр. «Мама!» Ковбой итеріп есікті жабады әйтеуір. Енді не істеймін деген ол әлгі ужастик жақсы ойыншықтарды шақырады. Бірақ олар қорқып қашып кетеді. Вуди олардан көмек сұрайды. «Әйтпесе досым жарылады менің кесірімнен» деп. Олар жақсы ойыншықтар болғандықтан көмектесуге келіседі әрине. Вуди оларға жоспар түсіндіруде. Эндилер көшіп бара жатыр. Сид ракетаны ұшыруға дайындалуда. Ковбой ойыншықтарға кімнің қалай жүретінін түсіндіріп жатыр. Аяқ пен үйрек вентиляциямен кетеді. Вудилар есікті ашып бақаны жіберуге дайын, алайда сигналды күту керек. Үйрек есік жақтан шығып, есік қоңырауын басқанда, біздікілер есікті ашып бақаны жібереді. Ит кетіп, біздікілер бөлмеден шығады. Бақаны қуалаған ит ханнаны құлатады. Үйректер бақамен бірге тез әрі әдемі құтылып кетеді. Ит далада қалады. Біздікілер зуылдап далаға шығады. Үйректер де шықты әне. Барлығы өз орындарына жүгіреді. Вуди Баздың жанына кеп өтірік өліп қалады. Ковбойды көрген Сид таңғалып, оны кейінірек жағармын дейді. Зұлым бала санақ жүргізіп, жағуға 1 секунд қалғанда ковбой: «Қолыңды көтер, жаман бала» деген дыбыс шығарады. Сид: «Ол сынып қалды» дегенде ковбой: «Кім сынып қалды? Чорт» деп бала аң-таң болады. Ковбой Сид деп оның атын атап, ол Сидтің әрекеттер ойыншықтарға ұнамайтынын түсіндіреді, дауыспен ғана болса да. Ойыншықтар тірілуде. Соңында ковбой тіріліп сөйлеп, зұлым бала жосқы шошып үйіне қашып кетеді. Тіпті қарындасының қуыршағынан қорқады. Біздікілер қуануда. Баз Вудиға рахмет дейді. «Ой-бой, Эндилер кетіп баратыр ғой уж». Вуди шарбақтан шығады, бірақ Баз шыға алмай қалған соң олар кешігіп қалады. Арттан жүк көлігі өтіп, екеуі соның артынан жүгіруді шешеді. Оларды Сидтің иті көреді. Баз ілініп алады шығып. Вуди болса әррең дегенде секіріп жетеді. Алайда ит арттан кеп оны аяғынан тартады. Ит қатты тартып жатыр. Қазір Вуди қалып қалатын түрі бар. Бірақ Баз итке тап беріп досына көмектеседі. Ковбой есікті ашып, машинаны іздеп тауып, сыртқа итер жібереді. Ойыншықтар шок болды.
Бірақ әрине ол оны досын құтқару үшін жіберді ғой. Көрсоқыр ойыншықтар бұны түсінбей Вудиді қинайды. Ит мәшинені қуып келеді. Алайда үлкен мәшинелер соғылып, ол жүре алмай қалады. Баздар болса өтіп кетті. Ойыншықтар ковбойды лақтырып тастайды, барлығын сындырсайды. Артынан оны баз алып кетеді. Олардың жақындап келе жатқан бинокль байқайды. Содан пружина ит көмекке ұмтылады. Алайда мәшиненің батарейкасы отырып, ковбой мен иттің қолдары терілеп, ит артқа ұшып кетеді. Баз бен Вуди жолдың ортасында тоқтап қалды. Бір кезде Базға ракетамен ұшу деген ой келеді. Вуди жалғыз сіріңкені жағады, бірақ ракета тұтанып үлгермей бір көлік ұшып өтіп өшіріп тастайды. Кенет Баздың әйнегі Вудиға бағанағы лупа сияқты әсер ете бастайды. Содан ол ракетаны осылай тұтандырады. Бірақ оппа, ракета жарылады емес пе дей бергенде олар ұшады, қатты ұшады. Бинокль оларды байқайды. Олар мәшинені жүк көлігіне тығып, өздері жоғары ұшып кетеді. Ракетадан өздерін босатып олар әдемі ұшады. Вуди Базға оның ұшып баратқанын айтады. Баз, мен ұша алмаймын ғой дейді. Алайда олар жүк көлігінің үстімен өтіп кетеді. Баз оларды Энди отқан көлікке алып кепті. Энди екеуін көріп қатты қуанады. Олар бір-біріне көздерін қысады. Жаңа жыл. Біздің ойыншықтар әдеттегідей сыйлыққа қандай ойыншық әкелгенін білгілері келеді. Бұл қыз Вудиді сүйіп алады. Эндидің қарындасы Моллиға картоп ханым екен сыйлыққа. Картоп мырза, ойбай, қырнып алайын дейді. Ал Эндидің сыйлығын ашып жатқанда Вуди Базға прикол ұстайды. Уайымдап жатсың ба деп. Баз, жоқ, ал сенші дегенде ковбой. Эндиге сен сыйлағаннан кейін қорқатын ештеңем жоқ дейді. Эндиге күшік сыйлапты. Екеуі о-о деп қалады.